Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен болатын Гүлфия Ерболқызы. Бүгінгі бейнеде 30 минутта өте дәмді бауырсақ дайындаймыз. Бұл бауырсақ дастарханнан бірінші жоқ болады, және де балаларыңыздан алғыс естіп, тағы қашан жасайсыз деген сұрақты тұрақты түрде еститін боласыздар. Себебі барлығына ұнайды, шыны керек, өте дәмді. 4 жұмыртқаны ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз, содан кейін үстіне сгущенка қосамыз. Сгущенка мен жұмыртқаны араластырасыздар. Арнайы бұл жерде миксер қажет емес, венчик немесе шанышқымен араластырсаңыздар жеткілікті. Содан кейін кішкене тұз саламыз, кішкентай қасықтың ұшымен електен өткізіп ұн саласыздар аздап, содан кейін жарты кішкентай қасық қопсықыш саласыздар. Барлығын жақсылап араластырамыз, содан кейін тағы да ұнды електен өткізіп шетінен қосасыздар. Мен осы силиконды күрекшемен кішкене араластырдым, содан кейін барып қамырды илейміз. Қамырды жақсылап илейміз. Қамыр өте жұмсақ болады, кішкене қолға жабысады. Қолдарыңызға сүйкма немесе кішкене ұнды сепсеңіздер жеткілікті. 10 минутқа қойып қоямыз, қамырды кішкене тыну қажет, содан кейін бірден бауырсақты дайындауды бастаймыз. Егер қолдарыңызға жабысса қамыр, ұн немесе сүйкмайды алсаңыздар болады, яғни қолдарыңызға сүйкмай жабысаңыздар болады. Кішкене аздап жабысуы мүмкін. Өте жұмсақ болғаны дұрыс қамырдың. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Қамырды бірнеше бөлікке бөлемін. Осындай бөліктерге бөлеміз. Енді өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай бөлсеңіздер болады. Кішкене кішірейтіп қамырды, себебі бауырсақ өте кішкентай болған дұрыс. Сол кезде тез және ортасы толығымен пісіп шығатын болады. Содан кейін, құрметті оқырмандар, осы YouTube арнамды мен жүргізіп жүргеніне 3 жыл болыпты. Тұрақты түрде қазақ тілінде рецепттермен бөлісемін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы бейненің төменгі жағында тіркелу, яғни орыс тілінде подписаться батырмасы бар. Соны бассаңыздар жеткілікті. Және жаңадан шыққан бейнелерді көретін боласыздар. Мен енді қамыр кішкене қолға жабысқандықтан, мен осылай сүйкмайды қамырға жақтым. Сол кезде қолға мүлдем жабыспайды. Жақсылап кішкене созамыз қамырды, содан кейін бірнеше бөлікке бөліп, содан кейін тағы да кішкентай бөліктерге бөлетін боламын. Осылай қолдарыңызбен домалатып аласыздар. Мен үлкен домалатып алдым, содан кейін тағы да кішкентай бөліктерге бөлемін. Бірден кішкентай бөліктерге бөлген кезі видеоға түспей қалыпты. Сондықтан сіздерге айтып жатырмын. Қамырды жайып, пышақпен кішкентай формада кесіп алсаңыздар болады, немесе осылай қолдарыңызбен кішкентай формада домалақтап алсаңыздар болады. Міне қараңыздар, осындай кішкентай болғаны дұрыс бауырсақтың. Содан кейін қызып тұрған сүйкмайға осы бауырсақты саласыздар. Ортаңғы отта пісірген дұрыс, жоғарғы отта ортасы піспей қалуы мүмкін, немесе төменгі отта пісірсеңіздер де жеткілікті. Мен осылай екі жағын аударып, жақсылап араластырып, пісіріп аласыздар. Негізі тез піседі, сарғайғанша пісіріп аласыздар ғой. Шынымен де бұл бауырсақ өте дәмді болып шығады. Көп мөлшерде пісірсеңіздер болады. Бірден жоқ болып кетеді ғой. Өздеріңізде шаймен жеген кезде шыны керек өте дәмді. Жасау жолда өте тез, 30 минут, 40 минут уақытты ғана алады. Әрине сіздер қанша мөлшерде пісіресіздер, соған байланысты уақыт кетеді. Осындай өте әдемі бауырсақ шығады. Баршаңызға ас болсын. Егер осы бейнедегі бауырсақты дайындасаңыздар, міндетті түрде комментарийда бөлісуді ұмытпаңыздар. Арнама тіркеліп, және де осы бейнеге лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Толығымен ортасы пісті, және де өте әдемі болып шықты. Және де дәмді болу үшін, одан да бетер дәмді болу үшін, үстіне осылай сгущенканы аздап құйсаңыздар болады. Қараңыздар, қандай әдемі. Қонақ шақырғанда да күнделікті дастарханға да қоюға болады.